Баршаңызға сәлем, керек кеңес арнасының көрермендері. Жаңа жылға бір айдан аз уақыт қалды. 2023 жылдан бастап қазақстандықтарды қандай өзгерістер күтіп тұр? 4 күндік жұмыс аптасы енгізілуі мүмкін. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі республиканың кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша түзетулер әзірленді. Заң жобасы Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексі қабылданған жағдайда нормативті құқықтық актілерді сәйкес келтіруді бағытталған. Атап айтқанда, еңбек кодексінде тұжырымдамалық ақпаратқа бірлескен еңбек термині енгізілген. Ал бірлескен еңбек деген бұл бір жұмыс берушімен бір еңбек функциясының бірлесіп орындау мақсатында бірнеше қызметкердің жұмыс уақытында жұмыскерлердің жұмыс берудің актілері және еңбек шарты, еңбек міндеттерін орындайды. Түзетулер жұмыс уақытының жиынтық есебін белгілеу кезінде үстеме жұмыстың жалпы ұзақтығы 4 күндік, 5 күндік және 6 күндік жұмыс аптасында айына 12 сағаттан және жылына 120 сағаттан аспауы керектігі көзделген. Шенеуніктердің мобильді аударымдары тексеріле бастайды. 2023 жылы банктер салық органдарында лауазымды тұлғалар туралы ақпарат бере бастайды. Бұл ретте мемлекеттік қызметшілер салық декларациясын тапсыруға міндетті болады. Заң 2022 жылы 15 сәуірде күшіне енді. Қаржы сарапшысы Андрей Черватовтың айтуынша, деректерді беру 2023 жылы және тек мемлекеттік қызметшілер мен олардың жұбайы квазимемлекеттік ұйым қызметкерлеріне ғана қатысты болады. Ал 2024 жылдан бастап жеке кәсіпкерлер мен компания басшылары қосылады. 2023 жылға дейін Қазақстанда жеке кәсіпкерлер салық төлеуден босатылған болатын. 2025 жылдан бастап басқа санаттағы клиенттер қосылады. Сенат депутаттарын сайлау өтеді. 2023 жылы 14 қаңтарда Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттарын сайлау өтеді. Депутаттарға қойылатын негізгі талап Қазақстан Республикасының азаматы және елде кейінгі 10 жылда тұрақты тұрған, 30 жастан асқан, жоғарғы білімі бар, жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес, тиісті өңір аумағында 3 жылдан кем емес тұрақты тұрғын болуы керек. Зейнетақы жинағындағы жеткілікті шек. Қазақстанда жеткіліктің жаңа шегі 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді. 2023 жылға арналған шек жасына байланысты 3-ден 10 миллион теңгеге дейін болды. Темекі қымбаттайды. Қаржы министрлігі темекі өнімдері құнын өсіру жоспарын өзгертті. 2023 жылдан бастап акциз мөлшерлемелері кезең-кезеңімен өседі. Мөлшерлемелер 2023, 2024 және 2025 жылдарға бекітілген. Фильтрі бар темекі 2023 жылы 1000 данаға 14100 теңге, 2024 жылы 1000 данаға 15900 теңге, 2025 жылы 1000 данаға 15900 теңге деп бекіткен. Айлық есептік көрсеткіш пен ең төменгі жалақы өзгереді. Кеше 1 желтоқсанда президент республикалық бюджет туралы заңға қол қойды. Заңда 2023 жылы 1 қаңтардан бастап мынандай өзгерістер көзделген. Ең төменгі жалақы мөлшері 70 000 теңге. Мемлекеттік базалық зейнетақы мөлшерінің ең төменгі мөлшері 24341 теңге. Ең төменгі зейнетақы мөлшері 53076 теңге. Айлық есептік көрсеткіш 3450 теңге. Базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейі 40567 теңгені құрайды. Айыппұл өседі. 2023 жылы айлық есептік көрсеткіштің өзгеруіне байланысты айыппұл көлемі де артады. Яғни, келер жылы айыппұл мөлшері 13%-ға көбейеді. Сала мамандарының жалақысы өзгереді. Өрт сөндірушілер жалақысы 10%-дан 70%-ға дейін өседі. 1 жылдан 5 жылға дейін жұмыс істейтін қызметкерлерге айына 180 000 теңге. Одан кейін 5 жылдан 10 жылға дейін жұмыс істегендер жалақысы өседі. Еңбек өтіліне байланысты жалақы өседі. 15 жыл және одан да көп жұмыс істегендер үшін жалақы 300 000 теңгеден жоғары болады. 1 қаңтардан бастап педагогтердің жалақысы тағы 25%-ға өседі.
Бұл бірінші кезекте балабақша тәрбиешілеріне, мектеп және колледж педагогтарына, сондай-ақ қосымша білім беру жүйесінің мамандарына да қатысты. Сонымен қатар, жалақысы 70 мың теңгеге дейінгі 1.800.000 мыңға жуық жалдамалы жұмыскердің жалақысы өседі. Жыл сайынғы дәрігерлердің жалақысын арттыруды ескере отырып, 2023 жылы 550 мың теңгеге дейін ұлғайту қарастырылған. Бұл экономика бойынша орташа жалақымен салыстырғанда 2,5 есе жоғары. Жеңілдетілген автонесие бойынша қанша көлік сатылады? Келер жылы қазақстандықтар 2 мыңға жуық көлік сатып алады. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев айтқан болатын. Бағдарлама әлі аяқталған жоқ. Бөлінген қаржы айналымда жүр. Яғни бұған дейін алынған автонесиелердің ақшасы несие ретінде қайтарылынып жатыр, және ол басқа азаматтарға жаңа несие ретінде беріледі. Достар, бүгінге осы. Видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.